Ерлерден қасиетті қалған жерім, ертүріктің шырағы жанған жерім, екі дүние есігі болған жерім, о менің кіндік қаным тамған жерім, Түркістан. Сәлем құрметті тыңдармандар, мұражайлы подкаст байланысты. Бүгін біз сіздермен бірге ежелгі де мәңгілік қала Түркістанға сапар шегеміз. Бұл қала тек тарихи мекен емес, бұл қазақ рухының алтын бесігі. Егер сізге біздің бейнеролигіміз ұнаса, лайк басып жазылыңыз. Дос бауырларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Соңғы жылдары Түркістан қайта түлеп, жаңғырған куәсі болдық. Түркістан мыңжылдықтар қойнауында жеткен қасиетті мекен. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан бұл қала бір кезде қазақ хандығының астанасы болған. 17 ғасырда Есім хан тұсында хан ордасы тігіліп, Түркістан рухани орталыққа айналды. Кесененің тастары мен көк күмбезі халқымыздың сан ғасырлық мәдениетін, дінін, болмысын бойына сіңіріп тұр. Кеңес дәуірінде Түркістан екінші қатардағы қалалар қатарына қалып қойды. Инфрақұрылымы әлсіз, экономикалық мүмкіндіктері шектеулі еді. Бірақ осы үнсіз жатқан шаһардың тереңде ояуды күткен рух жатты. Сол рухты оятуға себеп болған тарихи шешім 2018 жылы қабылданды. Ал оған дейін 2010 жылы Қазақстан тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия басшысы Абдулла Гүл Түркістан қаласында екі жақты кездесу өткізген болатын. Сапар барысында Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің жаңа оқу корпусының іргетасына капсула қойды. Жалпы аумағы 25 мың шаршы метрге жуықтайтын бұл ғимаратта тағы бір үлкен кітапханада орналасады. Енді 2018 жылға оралайық. 19 маусым. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Түркістан облысын құрып, әкімшілік орталығын Шымкенттен Түркістанға көшу туралы жарлыққа қол қойды. Құрметті қазақстандықтар, бүгін мен Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заңының 9 бабына сәйкес Шымкент қаласына республикалық маңызы бар қала мәртебесін беру және облыс орталығын Түркістан қаласына көшіру туралы жарлыққа қол қойғалы отырмын. Бұл жай ғана әкімшілік өзгеріс емес, бұл тарихи әділеттің орнауы еді. Сол жылдан бастап Түркістан жаңа ғимараттар бой көтерді. Заманауи әуежай, халықаралық университет, театр, мешіттер, этноауылдар мен музейлер. Тұңғыш президенттің айтуы бойынша, Түркістан қазақ хандығының астанасы болған тарихи мәдени қала. Тарихқа көз тастасақ, мұнда сан мәрте ұлтымыздың тағдыры талқыланып, түрлі шешім қабылданған. Ал қалада қазақтың небір ұлы тұлғалардың дүниеге келгенін деп, рухани астанасының тарихына деген ерекше ықыласын аңғартады. Сол жылы Түркістан облысына жасаған сапар барысында, халқымыз үшін тарихы бай, тағылымы терең, Түркістан орны еліміз үшін үлкен маңызға ие. Ол Орта Азиядағы ең көне де қасиетті қалалардың бірегейі. 2000 жылы біз Түркістанның 1500 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО деңгейінде атап өтіп, оны бір көтердік. Соңғы тарихи деректерде күлтөбеден табылған жәдігерлер оның кемінде 2000 жылдық тарихы бар екенін көрсетіп отыр. Ғасырлар бойы еліміздегі ең айтулы оқиғалардың бел ортасында болған Тарлан тарихын көне көз куәгері. Ол Ұлы Жібек жолының бойындағы ең ірі қалалардың бірі ретінде танымал болды. Сонау 12 ғасырдан бастап әлем назарын өзіне аударды. Шығыстың Аристотель атанған ұлы ғалым Әбу Насыр әл-Фараби Түркістан іргесінде отырарда өмір сүрген. Көшпелі жұрттың халқымыздың ислам дінін қабылдауына Түркістанның ерекше ықпалы тиді. Орталық Азия мен Дешті Қыпшаққа ислам әлеміне таратқан көптеген әйгілі ғұламалар осы жерден шықты. Қала 2 ғасыр бойы қазақ хандығының бас ордасы болды. Түркістан маңындағы қасиетті төбелерде қазақтың тағдыры шешілген әйгілі жиындардың өткенін тарихтан барлығымызға белгілі. Қаласының басты символы әрине Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және ішіндегі тайқазан. Жалпы тайқазанның салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3000 литр болатын қазан су құюға арналған. Оған бейсенбі күні су толтырып, тәтті араластырылып қояды екен. Келесі күні, яғни жұма намаздан кейін тәтті суды жұртқа таратқан. Одан кейін бос қазанға әркім өзін әкелінген, яғни саудагер тиынын, қасапшы етін, аңшы терісін, шаруа бидайын тастаған. Оны шырақшылар мұқтаж адамдарға таратып беретін болған.
Зерттеушілердің дерегіне 10 бөліктен тұратын қазанның астыңғы тірегіші 8 бөліктен құралған. Бүгінде қазан құйылған пештің орны анықталып, сол кезде жұмыс істеген шеберлер жайлы зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеушілердің дерегіне қарағанда, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде сақталған ортағасырлық тайқазан 626 жыл бұрын, яғни 1399 жылы Әмір Темірдің бұйрығымен Түркістаннан 25 шақырым жерде орналасқан Қарнақ елді мекенінде Әбділәзиз Шарафуддин Тебризи шеберінің ұстаханасында құйылған. Тайқазан 1935 жылы Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург қаласында өткен Иран шеберлерінің 3-ші халықаралық конференциясына 3 айға жіберілгенмен 54 жылдан кейін ғана, яғни 1989 жылдың 18 қыркүйегінде тарихи отанына қайта оралды. Бұл іске, яғни көне жәдігер Түркістанға келуіне мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым этнограф Өзбекәлі Жәнібековтің қосқан үлесі зор. Алып қазанның сыртында 3 қатар жазуы да бар. Алғашқы қатарда Құранның Тәубе сүресінің 19 аятынан үзінді, сонымен қатар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Алла тағала үшін су құятын адыз жасаса, жұмақта оған арнап хауыз дайындайды деген хадиспен жалғасқан. Сондай-ақ әлемдегі шейхтардың сұлтаны Ахмет Яссауидің мазары үшін Әмір Темірдің бұйрығымен жасалған деген сөзбен қатар 20 Шәуәл 801 жыл деп уақыты айшықталған. Бұл біздің жыл санауымызша 25 маусым 1399 деген сөз. Тайқазанның авторы өз атын жөнін жазуды ұмытпаған. Түркістан ұлттың жүрегі. Оны қайта түлеуіне бастама болған тұңғыш президенттің рөлі тарих алдында ерекше. Бірақ бұл тек бастама ғана. Болашақ бізбен бізге байланысты. Сіз Түркістанды болашақта қалай елестетесіз? Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Бұл мұражайлы подкаст. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бар қазақ сені сүйеді, Түркістаным ау киелі, Тәңірдің берген сый еді, қасиет қонған құт мекен. Бар қазақ сені сүйеді, бар қазақ сені сүйеді.